Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен каналымда сіздерге тарыдан шай жасаудың жолымен бөлсем, сондай-ақ тарының пайдасы туралы айтатын боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі болып табылады. Тарыда ақуыз жеткілікті, аллергияға әсер ететін глютен құрамында жоқ. Және де В тобындағы дәрумендерге нақтырақ айтатын болсам, бауырға қажетті холинге өте бай дақыл. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керекті магний мен фосфор, калий мен цинк құрамында жеткілікті мөлшерде бар. Олай болса, осы пайдалы дақылымыздан пайдалы шай жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан суымызды құйып, тазартылған тарымызды салып, жақсылап араластырып, тарымыз жарылғанша пісіріп алатын боламыз. Тары піскеннен соң үстіне жарты стакан сүтімізді қосып, жақсылап тағы да араластырып, қалауыңызша үйде қолданып жүрген осындай шайыңызды саласыз. Мен шайды осындай сүзгіде салуды ұсынамын, себебі тарымыз шаймен араластырып жеуге жарамсыз болып қалмау үшін осындай сүзгіде қолданғандарыңыз дұрыс. Немесе пакетиктегі шайларды қолдансаңыздар да болады. Осылай жақсылап барлығын араластырып, шайдың жақсылап қайнауын күтеміз. Тары ботқасы мен тары шайы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда ұйып қалған қалдықтарын сыртқа шығаруға үлкен көмектеседі. Сонымен қатар өт қабына, өт жолына, бауырға да пайдасы бар. Ең маңыздысы, емізулі аналарымызға өте керемет көмектеседі. Яғни сүтті қоюландырады, сүтін көбейтетін болады. Және де сүті өте нәрлі сүт болады. Шайымыз міне қайнай бастады. Осы кезде нават салып, тағы бір рет қайнатып, арнайы шайнектерімізге құйып, от басымызға ұсынамыз. Қазақтарда осы тары шайды жаңадан босанған келіншектерге май қосып ұсынған. Себебі жаңадан босанған келіншектің босаған сүйектері ертерек тез қатаюына, сонымен қатар ана сүтінің тез бөлінуіне, құнарлы болуына өте керемет көмектесетін дақылдардың бірі болып табылады. Осы әдіспен тез және де өте пайдалы шай жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Ұнаса, комментария жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.